Жақсы. Тамаша. Кеш жарық құрметті ұстаздар, бүгінгі практикумға қош келдіңіздер. Бүгін бізде практикум өте сондай практикалық форматта болады және сіздер үшін өте пайдалы болады деген үміттемін. Жақсы, енді сіздерге барлығы көрініп тұрса, естіліп тұрса бастайық. Практикум бізде 2026 жылғы мұғалімнің жеке бренді. Кеше орыс тілінде өткен болатын, бүгін енді жалпы ақпарат қазақ тілінде. Жалпы енді контент бойынша қысқаша мен туралы, өзім туралы айтатын боламын. Сонымен қатар аяғына дейін отыратын ұстаздарға бонустар бар және де жеке брендтің трендтері, жеке брендті қалыптастырудың қадамдары, әлеуметтік желілер жүргізудің жүйесі және де жалпы сіздің жылдарыңызды, энергияңызды үнемдейтін, қателерді болдырмайтын менторлық бағдарлама туралы айтатын болам. Жалпы енді бізде әріптестерімізді қосып қояйын. Жалпы бізде қалай өтеді? Яғни соңына дейін көріп, бар жоғы бір шартты ғана орындайтын ұстаздарымыз үшін бізде бонустарымыз бар. Бірінші, ол блокта тегін дамудың 10 әдісі гайды, сонымен қатар менің жеке брендім чек парағы және де стандарт менторлық бағдарламасының ұтыс ойыны болатын болады. Ол үшін сіздер арасында скрин жасап, фотоға түсіріп, видеоға түсіріп отырсаңыздар болады және де соңына дейін отырып, осы практикум бойынша видео отзыв жазған адамға инстаграмда солардың арасына мен стандарт менторлық бағдарламасын ойнататын болам. Оның құны жалпы 30 000 теңге, бірақ та жеңімпаз үшін ол тегін болады. Және де блокта тегін дамудың 10 әдісімен менің жеке брендім ол барлық қатысушыларға беріледі. Бірақ та осы былайша айтқанда практикумнан бір фото немесе бір скрин салып қойсаңыздар инстаграмға жақсы болады. Енді бұл жерде мен туралы қысқаша жазылған. Мен өзім сіздер сияқты педагогпын, ағылшын тілінің мұғалімімін. Сонымен қатар білім беру саласының магистрімін және де білім беру саласының докторы болам. Және де мен жұмыс тәжірибем бойынша енді 10 жылдан астам жұмыс тәжірибем бар. Ағылшын тілін оқытушысы, мұғалімі, сонымен қатар профессордың ассистенті, тренер, әдіскер, сонымен қатар бөлім бастығы сияқты әртүрлі қызметтерді атқардым, әлі де атқарып келемін. Осыған дейін 3000-нан астам ұстазды оқыттым Қазақстан бойынша. Оның ішінде Назарбаев зияткерлік мектептер ұстаздары да бар. Сонымен қатар мемлекеттік мектептердің ұстаздары бар және де 5000-нан аса оқушыны оқыттым. Және де енді мен жалпы біздің практикумыз жеке бренд болғандықтан, жалпы өзімнің инфобизнестағы жолым туралы айта кетейін. Жалпы 2020 жылы мен инфобизнесқа кірген болатынмын, себебі ол кезде барлығымыз онлайнға шыққандықтан, мен де осы онлайнда қалай кәсіп бастасам, онлайнда қалай блог жүргізсем, қалай қосымша табыс тапсам, өзімнің біліммен бөліссем деген сұрақтар мені өте көп мазалады. Сондықтан мен жалпы инфобизнесте енді жүргеніме 5 жылдан астам уақыт болды. Оның арасында әрине менде брейктар, үзілістер болды, себебі мен докторантурада оқыдым. Сонымен қатар менің өзімнің былайша айтқанда өзімнің основной дейміз ғой, негізгі жұмысым болғандықтан арасында үзілістер болды, бірақ та мен жалпы даму үстінде болдым. Осы уақытқа дейін 5 миллионнан астам былайша айтқанда инвестиция құйдым өзіме. Бұл енді мемлекеттік гранттарды санамағанда. Мемлекеттік гранттарды өздеріңіз білесіздер, Назарбаев университетінде енді бізде жалпы менің біліміме $30,000-ға дейін қаражат құйылды деп айтсам артық айтпаймын, себебі мен магистратураны докторантураны да тегін оқыдым, стипендия алдым, грантта оқыдым деген сияқты. Бірақ та бұл тек қана жеке бренд бойынша практикум болғандықтан, енді осы бағытта мен өзіме инфобизнесте 5 миллион теңге өз қаражатымнан құйдым. Сонымен қатар қазір мен 3-9, яғни 3 девятки деген бизнес қауымдастығының резидентімін. Оның жалпы кіру құны былайша айтқанда бір жылға 3 миллион теңге. Бұны мен сіздерге не үшін айтып жатырмын? Себебі мен жалпы сіздер жеке бренд бойынша экспертке практикумға келіп отырсыздар. Мен сіздерге өте көп құнды пайдалы ақпарат берем. Сонымен қатар жалпы сіздерге мына орысша айтқанда мясо дейді, без воды дейді, яғни тек қана сондай практикалық ақпарат беретін болам. Менің презентациям сіздерге көрініп тұрса, чатқа плюс батырмасын басып кетсеңіздер, және де менің түрім жалпы видеом көрініп тұрма сіздерге. Өйткені мен презентациямен бөлістім. Егер бәрі жақсы болса, дұрыс болып жатса, плюс батырмасын бассаңыздар. Все.
Тамаша, жақсы. Мгм. Жақсы, онда мен жалғастыра берейін. Яғни жалпы мен түсіндім, осы карантин кезінде тек қана бір жұмыспен шектелуге болмайды, өйткені қазір жалпы а, онлайн эрасы дейді ғой, яғни онлайндағы заман басталды. Сондықтан енді біз цифрландыру заманындамыз. Қазір енді жасанды интеллект заманында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан жалпы осы салада мен дамуды жөн көрдім. Енді осыған дейін де жетістіктерім болды, бірақ та соңғы 5 жылда мен Астана қаласынан екі үй алдым. Сонымен қатар 2,5 жылда 12 елде болдым. Осыған дейін мен шетелге шығуым бір 3-4 жылда бір ақ рет шықсам, мен қазір бір жылда 4-5 рет шетелге шығатын қазір мүмкіндігім бар. Сонымен қатар 100-ден астам курстар өттім, оның ішінде Курсераның 40-тан астам курсын бітірдім ағылшын тілінде, және де 5 мыңнан астам адаммен таныстым, 3 мың педагогты оқыттым. Сонымен қатар оқушыларды, студенттерді оқыттым, және де былайша айтқанда подписчики дейміз, 10 мыңнан астам подписчиктер жинадым, және де қазір мен сіздерге сол жолды жалпы қалай жүріп өтуге болады, яғни инстаграмда қалай подписчик жинаймыз, қалай блогты жүргіземіз, қалай жеке брендімізді дамытамыз, сол туралы қысқаша айтатын боламын. Енді сіздермен таныса отырайық. Жалпы чатқа жазсаңыздар, есіміңіз кім, қай қаладансыз, қандай сұраныспен келдіңіз. Бұл енді практикум болғандықтан біз чатта көп коммуникация жасайтын боламыз. Сондықтан чатқа жазып қойсаңыздар, есіміңіз, қалаңыз, және де сізде қандай запрос бүгінгі практикумға, не үшін сіз бүгінгі практикумға қатыстыңыз, не үшін сізге осы тақырып қызықты, соны чатқа жазсаңыздар. Егер мен сәл жылдам сөйлеп жатсам, баяу сөйлеп жатсам, оны да жазып қойыңыздар. Өйткені мен кеше сәл енді баяу сөйледім, өйткені кеше барлығына түсінікті болсын дедім. Бүгін енді жылдам сөйлеп жатқан жоқпын ба, соны да маған жазып отырсаңыздар. Айнұр ханым, Қызылорда қаласы, жеке бренд туралы толығырақ білу. Жақсы. Тағы да Динара ханым қосылыпты. Қандай запрос сізде? Қай қаладансыз? Мгм. Нағима ханым, Талдықорған, жеке бренд арқылы қосымша табыс табу. Иә. Негізі мен осыған дейін Инстаграмда опрос жүргізген болатынмын, мұғалімдерден сұрадым, жалпы сіздерге қазір қандай тақырып қызық деп, өйткені бізде мұғалімдер өте дамушы мұғалімдер ғой, дамитын мұғалімдер. Сондықтан қазір мұғалімдер әртүрлі курсқа да қатысады, әртүрлі семинарлардан да өтеді, жан жақты дамуда. Ол мен өте қуантады. Қазіргі мұғалімдер өте сондай заманауи, және де солай мұғалімдерден сұраған кезде көп мұғалімдерге осы жеке бренд тақырыбы, сосын қосымша табыс табу тақырыбы, және де сатылым тақырыптары өте қызық екен. Жалпы маған да осы тақырыптар өте қызық болған бірнеше жыл бұрын. Жақсы. Өскемен қаласынан инстаграмда жеке брендті дамыту. Ботагөз ханым, Астана қаласы, жеке бренд арқылы қосымша табыс тауып өзімді дамыту, жалпы информация алу. Закира ханым, Тараз. Камила ханым, Шымкент, пока практикаңызбен танысу. Гүлназ ханым, Шымкент қаласы, өзімді дамыту. Тез емес, жақсы сөйлеп жатырсыз, рахмет. Нағима ханым, Мағжан мырза, Тараз қаласы, өзімді дамыту. Гаухар ханым, өзімді презентациялауды үйрену. Керемет запростар, вообще супер деп айтсам болады. Бір сөзбен айтқанда өте жақсы запростар. Енді сіздерге жеке бренд не үшін керек? Енді жаңа айттыңыздар, өзімді дамыту үшін, қосымша табыс табу үшін деп. Тағы да жалпы не үшін сіздерге керек? Неге тек қана осы сабақ берумен, былайша айтқанда мектепте немесе бір орталықта жұмыс істеумен шектеліп қалмасқа, иә, не үшін керек? Мгм. Гаухар ханым, Ақтөбе, өзімді презентациялауды үйрену. Жанаргүл ханым, Көкшетау, жеке даму. Армысыздар, табысты болудың бастауы табыстылармен тілдесуден басталады. Нұреке мырза, өте дұрыс айтасыз. Орта туралы қазір мен де айтатын болам сіздерге. Меруерт ханым, Семей қаласы, өзімді дамыту үшін. Нағима ханым, бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие болу үшін керек деп ойлаймын. Жақсы. Тамаша. Мына бизерлардың сөзімен айтқанда, сіздердің барлықтарыңызда запрос андай
Өте сондай мощный, иә, өте мощный запрос, өте дұрыс запрос, және де барлықтарың сондай бір прокачаться етуге келген сияқтысыздар. Жалпы енді жеке бренд дегеніміз не? Жеке бренд ол біздің репутациямыздан және біздің қамтуымыздан тұрады. Яғни біз қандай аудиторияны қамтимыз, қанша адамды қамтимыз, иә. Репутация дегеніміз ол не? Репутация жалпы ұстаздарда неден тұрады? Ол бірінші әрине ұстаздың білімінен, иә, қазір дипломы дейміз, білімі дейміз, жоғарғы білімінен, магистрлық деңгейі болса ол бар, докторлық, кандидаттық деңгейі болса ол бар, қосымша бір сертификаттары болса, категориясы болса ол бар. Осының барлығы репутация, сонымен қатар жұмыс өтілі, тәжірибесі және де оқушыларының жетістігі, нәтижесі, өзінің жетістігі, бір қандай да бір мақалалары, зерттеу жұмыстары, бір жобалары, осының барлығы ұстаздың репутациясына кіреді. Сонымен қатар репутацияға мына твердые знания дейміз ғой, яғни қатты білімнен басқа бізде soft skills бар, яғни жұмсақ дағдылар. Мұғалімнің мысалы лидерлік қабілеті, иә, көшбасшылық, сонымен қатар мұғалімнің бір өзіндік жеке бір қабілеттері, мысалы коммуникативті дағдылары, коллаборативті дағдылары, ұйымдастырушылық дағдылары сияқты әртүрлі дағдылары кіреді. Және де қамту, охват, яғни сіздер қанша адамды охвачивать етесіздер, қанша адамдарды қамтисыздар. Мысалы мектептеріңізде, жалпы орталарыңызда, қалаларыңызда, соцсети дейміз, әлеуметтік желілеріңізде сіздерді қанша адам таниды, сол сіздің жалпы жеке брендіңізге кіреді. Енді бұл практика болғандықтан чатта жазып кетсеңіздер, жеке брендіңізді бірден 10-ға дейін бағалаңыз. Яғни бұл тек қана сіздердің интерпретацияларыңыз бойынша. Мысалы, сіз үшін бір деген не? 10 деген не, иә? Дәл сіз үшін ғана, басқалардың жауаптарына мән бермеңіз, өйткені әр адамның интерпретациясы әртүрлі болады. Мен мына коучингті өткізген кезде, біз сондай клиенттермен жұмыс істегенде өте көп сұрақ арқылы адамдардың, біз клиенттердің запросын білетінбіз. Сонда мысалы сіздерге бір деген, ол мысалы мүлдем әлеуметтік желі жүргізбеу, тек қана сабағында беру, ешқандай статус, сторис, тикток, фейсбук, ютуб, инстаграмға ештеңке салмау, ол сіздерде, яғни жеке брендіңізде бір болып есептеледі. 10 дегеніміз, мысалы сіз үшін ол инстаграмда мысалы 5000 подписчик болу, тиктокта 2000 подписчик болу, ол дегеніміз сізде мысалы 3000 просмотр болу, немесе 10 000 просмотр болу, 100 лайк болу деген сияқты өзіңізге 10 дегенге бір образ создавать етесіз, яғни бір деңгей көресіз, соған байланысты дәл қазіргі бүгінгі міне қазір 2026 жыл сәуір айы, сонда сіздер өздеріңізді қалай бағалайсыздар, иә? Именно жеке брендтеріңізді. Соны жазсаңыздар. Нағима ханым, бәсекеге қабілетті сұранысқа ие болу үшін керек деп ойлаймын. Жадыра ханым, жеке брендімді қалыптастыру. Айнұр ханым 6, Нағима ханым 8, Камия ханым 7, Гүлмира ханым 1, Опа 4, Мағжан мырза 7, Жадыра ханым 1, Динара ханым 3, Райхан ханым 5. Өте шынайы жауаптар, өте шынайы жауаптар. Закира ханым 3, Гаухар ханым 1 айттым, иә. Шынайы жауаптар, өйткені бізде 10 деген біз үшін әр адамның өзінің жеке деңгейі бар, әр адамның өзінің жеке мақсаты бар. 10 деген мақсат әр қайсымызда әртүрлі. Біреу тек қана өзінің мектебін қамтығысы келеді, біреу бірнеше мектепті, біреу қаланы, біреу республиканы, біреу әлемді қамтығысы келеді. Сондықтан 10 деген әр қайсымызға әртүрлі. Енді 10 балл болу үшін сізге не жетіспейді? Соны чатқа жазсаңыздар, 10-ға дейін сізге қазір не жетіспей тұр? Мысалы, уақыт, энергия, күш, ақша, нетворкинг, яғни связи дейміз ғой, немесе бір ментор, көмекші, немесе бір қауымдастық, бизнес сообщество, немесе сізге не кедергі, сонда жазсаңыздар болады. Мысалы, қазір жұмыстың көптігі кедергі, отбасылық, былайша айтқанда
отбасылық жұмыстың көптігі кедергі, мысалы ұйқының дұрыс еместігі, иә, осының барлығы кедергілер ғой. Яғни жеке бренд жалпы болу үшін не сізге жетіспейді және не кедергі. Мысалы денсаулық кедергі болуы мүмкін, уақыттың тапшылығы деген сияқты, иә. Жақсы. Айнұр ханым, уақыт энергия жетіспейді. Нахима ханым, жүйелі жұмыс жасау жетіспейді. Жақсы, мен сіздердің есімдеріңізді оқымай ақ қояйын, чтобы уақыт көп алмау үшін тек қана жауаптарыңызды оқып отырайын. Сіздер өздеріңіз бір-бірлеріңіздің есіміңізді қарап отырыңыздар, иә, чаттан. Энергия өзін өзіне деген сенім, қорқыныш бар. Уақыт, энергия. Мына жаңағы өз өзіне деген сенім мен қорқыныш жалпы менде де болған. Әлі де мүмкін сәл бар деп, қазір мүлдем қорқынышым жоқ деп айтпаймын. Мен қазір былай өте масштабно ойлаған кезде арасында бір қорқыныштар болады, бірақ та бұрында менде қорқыныштар одан да көп болған. Сондықтан мен өзім үшін психологияны оқып, нейрокоучингті оқып алған кезде менде қорқыныштар азайды. Ол үшін әрине әртүрлі техникаларды, әртүрлі практикаларды жасау керек. Сол кезде қорқынышпен жұмыс жақсы жүреді. Уақыт, энергия, желание. Иә, желание кейде бізде, дұрыс айтасыз, кейде болады, кейде болмайды. Энергия да сол сияқты, кейде болады, кейде болмайды. Осы уақытқа дейін қызығушылық болмады, иә, яғни запрос болмай тұр ғой сізде. Уақыт пен приоритет, иә, приоритетті қазір жеке брендқа қойып тұрған жоқсыз. Мүмкін жүйе мен нақты қызығушылық. Дұрыс айтасыз, жүйе негізі өте маңызды. Өйткені мынандай хаотичные действия дейміз ғой. Тек қана сондай бірде бар, бірде жоқ, бірде сторис саласыз, бірде бір аптаға жоғалып кетесіз, потом бір айдан кейін қайта пайда болып саласыз. Оның барлығы жалпы сіздің жеке брендіңізге нұқсан келтіреді. Уақыт, энергия, қорқыныш, мобильдік, сауатсыздық, иә, дұрыс айтасыз. Жалпы медиа сауаттылық та өте маңызды бұл жерде. Элементарно даже видеоны түсіріп, оны монтаждаудың өзі де қажет, иә. Желание, уақыт жетіспегеннен шығар, және сенімсіздік, және уақыт. Көбінде жалпы уақыт екен, және де сенімсіздік пен қорқыныш бар екен, иә. Жалпы енді біз мынандай практика жасаймыз. Өзіңіздің активтеріңіз бен атрибуттарыңызды анықтаңыз. Сіздің жеке брендіңіз солардың негізінде қалыптасады. Жалпы бұны чатқа жазып керек емес, бірақ та өздеріңіз қазір ойласаңыздар болады, немесе блокноттарыңызға жазсаңыздар, сіздің ең маңызды 5 активіңіз қандай. Ол мысалы сіздің біліміңіз болуы мүмкін, сіздің бір наградаларыңыз, яғни мадақтамаларыңыз болуы мүмкін, сіздің бір жетістіктеріңіз болуы мүмкін, мысалы сіздің бір шыққан мақалаларыңыз, қатысқан конференцияларыңыз, жасаған жобаларыңыз, оқушылардың жетістігі деген сияқты. Атрибуттарыңыз дегеніміз, сізде қандай жалпы атрибуттар бар, иә, яғни сіздің дағдыларыңыз, мүмкін сіздің бір ерекше бір қасиеттеріңіз, басқалардан сізді бірегей ететін, иә. Соның негізінде сіздің өзіңіздің бірегей, яғни уникальный жеке брендіңіз қалыптасады. Сондықтан әр адамда как минимум өзінде бір 5 атрибуты болу керек, иә. Одан да көп болса тіпті жақсы, 10 атрибут, 20 атрибут пен активтері, иә. Яғни актив дегеніміз ол сіздің жалпы сізде бар нәрселер, иә, мынандай білім, диплом, сертификат, жетістік деген сияқты. Атрибуттар дегеніміз ол сіздің бір дағдыларыңыз болып табылады. Жақсы. Жалпы енді сіздің марапаттарыңыз бен жетістіктеріңіз маман ретінде, профессионал ретінде сіздің жалпы құндылығыңызды арттырып, жеке брендіңізге деген сенімді қалыптастыруға көмектеседі. Яғни жалпы мынандай практикада бар. Эксперттерге арналған практика көбінесе мынандай әр адам мысалы күн сайын, болмаса апта сайын, немесе ай сайын өзінің жетістігін жазып отыру керек, иә. Қандай жетістікке жетті осы күні. Кішкентай жетістік болса да, оны да жазып отыру керек. Ол неге көмектеседі? Жаңа сіздер айтқан сияқты мына қорқынышпен жұмыс істеуге, өзіне деген сенімсіздікпен жұмыс істеуге, өзіңізді былай қатты бағаламай, немесе мынау синдром самозванца деген бар, яғни ол синдромда көбінесе адам көп жетістікке жетсе де, бірақ та өзін аяғына дейін бағалай алмайды. Сол синдром самозванцадан құтылуға, сосын ұялудан, жасқанудан құтылуға осы сіздің жетістіктеріңіз көмектеседі. Яғни осы практиканы сіздер 90 күн жасап, жалпы қандай да бір әдет 90 күн ішінде толығымен қалыптасады, иә, біздің жалпы нейрондарымызда, яғни миымыздағы нейрондарда 90 күн ішінде толық, негізі 21 күн ең кемінде
жақсы уақыт ол 90 күн, яғни 3 айдың ішінде сіздер осы практиканы жасап отырсаңыздар, өздеріңіздің жетістіктеріңізді жазып отырсаңыздар, сіздердің жалпы психологияларыңыз, психикаларыңыз сол жетістіктерге үйреніп, жалпы өзіңіздің ары қарай жеке брендіңізді дамытуға көмектеседі. Енді жалпы мен сіздерге уәде еткен болатынмын жеке брендтің қазіргі 2026 жылдағы трендтермен таныстырамын деп. Қазір жалпы ұстаздың былайша айтқанда жеке брендінің трендтері өзгеріске ұшырап жатыр. Жалпы бұрында ұстаз дегенде бізде бір портрет болатын. Ол деген бір мінсіз, идеальный адам, иә. Ол ешқандай қателік жібермеу керек. Ол әрқашан дұрыс айту керек. Ол бәрін білу керек. Ол оқушылардың сұрақтарына жауап беру керек. Ол мысалы там ақ рубашка, қара костюм киіп, очки киіп, шашын жинап жүру керек деген сияқты бізде бір қалыптасқан өзіміздің бір қағидамыз болатын. Бірақ та заманның өзгеруіне сай, жаһандануға сай, қазір жеке мұғалімнің жеке брендінің трендтері де өзгеріп жатыр. Әсіресе мына 2025-26 жылдары жалпы мұғалімдер қазір басқа жағына қарай дамып, жалпы басқа қырларынан көрініп жатыр. Оны сіздер өздеріңіз де тиктокта, инстаграмда байқайсыздар, иә. Қазір мысалы мектептің директоры оқушылармен билеп жатыр. Ондай бізде бұрын соңды болмаған. Ол мектептің директоры қанша миллион просмотр жинады мысалы, иә. Ешқашан біз ондайды көрмегенбіз. Біз оқыған кезде, біздің ата-аналарымыз оқыған кезде, қазір бертін уақытқа дейін жалпы директордың бір жерде билеп жүргені, ондайды біз көрмегенбіз. Қазір мына шетелдік профессорлардың өзін алатын болсаңыз, жалпы студенттердің бітіру кешінде шетелдік профессорлар қазір билеп, ән айтып, өздерінің өнерлерін көрсетуде. Яғни қазір уже идеальный версиядан уже мұғалімдер ақырындап кетіп жатыр. Отходит дейміз ғой орысша айтқанда. Қазір тренд шынайы болу. Яғни шынайы болу дегеніміз ол мұғалім, ол да адам, ол да шынайы адам. Оның я білімі бар, я оның статусы бар, оның репутациясы бар, оның тәжірибесі бар. Бірақ та сонымен қатар оның қателері де бар, оның білмейтін тұстары да бар, оның эмоциялары да бар, оның бір сезімдері де бар, оның бір өзіндік бір пікірлері бар. Оның пікірлері оқушылардың пікірлерімен сай келмеуі мүмкін. Ол мысалы оқушылармен келісуге, басқа мұғалімдермен келісуге, ата-аналармен келісуге, бастықтармен келісуге міндетті емес. Қазір жалпы шынайылық, яғни әр мұғалім өзінің жеке брендін өзінше дамыту үстінде, иә. Яғни ол дегеніміз қалай? Жалпы әлеуметтік желілерде даму үшін, яғни мұғалім өзінің шынайы өмірінен бір үзінділер көрсетсе, сондай трендтер, сондай стористар, сондай рилстар өте көп просмотр жинайды. Мен мысалы даже өзіме келетін болсам, мен енді соңғы уақытта бір жарты жыл өте белсенді қазір рилстар түсіріп, стористар түсіріп жүрмін. Сонда менің чем ана экспертті біліммен бөліскен рилстарымнан қарағанда, мына саяхат рилстары, сосын мынандай бір оқиғаны айтып беру рилстары, бір билеген, бір хоббимен, спортпен айналысқан рилстар негізінде көбірек просмотр жинайды. Яғни адамдарға жалпы менің шынайы өмірім, жеке өмірім қызық. Сол сияқты сіздердің де жеке өмірлеріңіз, жалпы сіздердің де отбасыларыңыз адамдарға қызық болуы мүмкін. Сонымен қатар жалпы мұғалім қазір медиа тұлға. Қазір біз енді уже мұғалімді тек қана мектептің төңірегінде шектемейміз. Мұғалім уже ағылшынша айтқанда beyond the school. Beyond the school дегеніміз ол яғни мектептен де тыс. Қазір мұғалім мектептен де тыс позицияны алуда. Мұғалім мектеппен ғана шектелмейді. Мұғалім әртүрлі қазір конференцияларға қатысады, әртүрлі сообществоларда болады, әртүрлі іс-шараларға барады, әртүрлі оқушыларын олимпиадаға дайындайды, әртүрлі мақалалар жазады, тек қана мектептің төңірегінде, класс дейміз ғой, сыныптың төңірегінде шектелмейді. Медиа тұлға болғандықтан қазір мұғалімнің жалпы дауысына, киімінің стиліне, визуалына, контентіне, құндылығына, сөйлеу мәнеріне және жеке энергиясына мән береді. Яғни сіздердің подписчиктарыңыз жалпы былай видеоларды скроллить еткен кезде сізге не үшін тоқтайды? Сіздің мүмкін бір дауысыңыздың ерекшелігіне, немесе сіздің киім кию стиліңіз, немесе сіздің визуалыңыз, яғни сіз видеоны қалай монтаждайсыз,
свет сізге қалай түседі, немесе сіздің контентіңіз қызық, немесе сіз айтып жатқан құндылық, орысша айтқанда резонируется дейді, иә. Құндылық сол адамдардың, оқушылардың, ата аналардың, сіздердің болашақ потенциальный клиенттарыңыздың құндылығымен сәйкес келеді. Сондықтан сіздерге подписаться етеді адамдар. Маған мысалы соңғы айда 200 адам подписка жасады. Мен ешқандай таргет жіберген жоқпын, ешқандай реклама жіберген жоқпын. Өйткені менде таргет пен рекламамен бірнеше рет негативный опыт болған. Шамамен мен 500 мыңнан аса ақшаны таргетқа жұмсап, бірақ та одан нәтиже шықпаған кездер болған. Бірақ та рилс түсіріп, бір сондай контентті былайша айтқанда личный брендқа бағыттағаннан бастап, маған подписчиктер өздері жазылып жатыр, мысалы, иә. Сол сияқты сіздермен де солай жұмыс істеуге болады. Әр қарай бізде дара жолыңыз. Яғни қазір адамдарға бір-бірінің историясы өте қызық. Кімде тредс бар, жазыңыздаршы. Жалпы тредс осы историялардың қазір немесі болып жатыр ғой, өте бір маңызды платформасы, иә. Тредс кімде бар, плюс қойып қойсаңыздар чатқа, мен сізге қазір тредс туралы бір қызық айтайын. Тамаша, тредс бар дейді, иә. Менде мысалы кеше тексерген кезде тредс one love. Кешірім өтінемін, что-то тамағым кеше жақсы болып еді, бүгін біртүрлі болып тұрмын. Тредсте менде қазір 20 мың просмотр бар, ал инстаграмда 52 мың просмотр. Хотя менде тредста подписчиктер 10 есеге аз инстаграмнан қарағанда. Бірақ менде қалай просмотр жиналады? Мысалы, кейбір веткалар былайша айтқанда атады, кейбір веткалар не бұтақтар дейді ғой, бұтақтар атпайды. Мен мысалы бұтақтарды былай не записьтарды сала берем, алдында ғылым күнде 12 сәуірде оған дейін салып жүргем. Даже путешествие, саяхаттарды просмотрлары аз болды, 200 просмотр, 300, максимум 1000 просмотр. Ғылым күнінде, яғни ғалым күні 12 сәуір, жалпы выпускнойдан бір видеоны салып, мен жалпы өзім туралы қысқаша айттым. Осылай мен ғалым боламын, жалпы Қазақстанның ғалым саласын дамытқым келеді, осындай 200 бет диссертация жаздым ағылшын тілінде, менің профессорларым Австралиядан, Португалиядан деп қысқаша жаздым. Сол ветка менде 5000 просмотр мен 500 лайк жинады. Мен өзім таң қалдым. Мен таңертең оянсам, былай көбейіп жатыр, просмотр көбейіп жатыр. Яғни ана ғылым күні болған соң ал атып кеткен ғой, получается, ветка, иә. Сол сияқты. Кейде мысалы мен просто бір рет былай жаздым, кейде сізде ақша болмаған кезде, бір қиналған кезіңізде өзінен өзі ақша келеді. Кімде солай деген кезде, сол кезде тоже өте көп просмотр жинап, лайктардың саны там өте көп болды, мысалы, иә. Сол сияқты ол кез келген сіздің бір дара жолыңыз, немесе бір историяңыз, немесе бір неңіз атып кетуі мүмкін. Бірақ та бұл жерде енді байқау керек, өздеріңіз тредсте байқасаңыздар, тредсте көбінесе проблемалық посттар өте көп атады, иә. Яғни қазір алаяқтық туралы жазған, бір сондай адамдар бір-бірін сатып кеткен кезде, бір-бірін алдап кеткен кезде, солардың фотоларын салғанда, оларда мүлдем өте көп просмотр болады. Сондықтан енді ол біздің историямыз емес, бізге енді жеке брендті дамыту керек, бізге клиент жинау керек, сатылым жинау керек. Сондықтан бізге жалпы тредсті өзіміздің бағытымызға қарай бұру керек, иә. Келесі бізде әлеуметтік дәлел арқылы сенім. Яғни әлеуметтік дәлел так, аудиоларыңызды өшіріп қойсаңыздар. Әлеуметтік әлеуметтік отзыв дейміз, иә. Яғни сіздер туралы отзывтарды кім береді? Оқушыларыңыз, мысалы, ата-аналарыңыз, иә, оқушылардың ата-аналары, сіздің басшыларыңыз, әріптестеріңіз, отбасыларыңыз, серіктестеріңіз сіздер туралы отзыв бергенде міндетті түрде оны салып отыру керек. Ол не үшін керек? Өйткені адамдар адамдарға бір-бірі арқылы сенеді. Егер мысалы сіз туралы 10 оқушы айтса, мысалы менің мұғалімім, мысалы Айгүл ханым мысалы химиядан сабақ береді, ол кісі маған өте көп көмектесті, жалпы мен ол кісінің көмегімен олимпиадада ұттым, немесе лагерьға бардым деген сияқты болса, басқа оқушыларды: о, Айгүл ханым, оказывается, 20 оқушыны лагерьға жіберіпті, Айгүл ханымның мысалы оқушылары олимпиадада ұтыпты деп сізге жазылады. Сондықтан мүмкіндігіңіз болып жатса, қазір оқушыларыңыз
каникулға шықпай тұрып, рұқсаттарын алып, оларды фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, бір жақсы оқушылармен де бір трендтер жасап үлгеріңіз. Өйткені басқа оқушылар сізге клиент ретінде келу үшін, басқа мұғалімдер сіздерге клиент ретінде келу үшін сіздерге міндетті түрде отзыв, яғни сіздерде бір база болу керек, иә. Келесі ол мұғалімнің айналасындағы қауымдастық. Сіздер қандай да бір қауымдастықтарға, бір клубтарға кіресіздер ме? Сол кірсеңіздер, плюс батырмасын басып қойыңыздар. Аха, бар дейді. Мхм. Кім кіреді? Бір клубқа, қауымдастыққа, бір қандай да бір чатқа, алай мұғалімдер жиналған, бір ассоциацияларға плюс батырмасын басып қойсаңыздар. Мхм. Тамаша. Енді менде де қазір ұстаз академи деген қауымдастықты запуск жасап жатырмын. Бұл басқа қауымдастықтардан айырмашылығы, мен өзім қазір құны 3 миллион тұратын бизнес сообществоға кірдім, иә. Сол жерден мен солардың опытын алып, тәжірибесін алып, жалпы ұстаздарға таратсам деген сондай бір миссиям бар. Сондықтан ұстаз академи ол тек қана жай ғана методикамен немесе біліммен бөлісетін платформа емес, именно мұғалімдерді болашақ кәсіпкер жасайтын, мұғалімдерді болашақ миллионер жасайтын бизнес сообщество. Енді ол өте мұғалімдерге қажет, ол менің өзіме де қажет, басқа мұғалімдерге де қажет. Сондықтан сол жағынан даму үстіндемін. Және де ол бойынша маған да болашақта партнерлар керек болады, серіктестер керек болады. Бүгін мен осы практикумның аяғында айтам, сіздер де менің серіктесім бола аласыздар. Сол арқылы онлайн қосымша табыс таба аласыздар. Яғни біз сол бизнес сообществоны дамытып, сол мұғалімдерге соны таратып, мұғалімдерді сол бір қауымдастықтың ішіне жинап, сондай бір қазақстандық мықты бренд жасауды мен көздеп отырмын. Келесі ол білім мен тәжірибені монетизациялау. Біздің қазір жалпы осыған дейін мұғалімдерде өте көп шектеу болды. Қанша мысалы оқыса да, қанша диплом алса да, қанша жыл жұмыс істесе де жалақылары мысалы шамалы ғана өсу үстінде, иә. Біз қазір басқа сфераларды қараған кезде инфобизнеста жалпы қарасақ, көп эксперттер, көп продюсерлер, продюсер дегенде бұл андай шоу-бизнестағы продюсер емес, бұл эксперттерді продвижение жасайтын мамандарды продюсер дейміз. Мысалы бір продюсер мысалы 5 экспертті алады, біреуі врач, біреуі косметолог, біреуі мысалы инженер, біреуі парикмахер, біреуі мұғалім деген сияқты, соларды дамытады, солардың блогына көмектеседі, соларға таргет жіберуге көмектеседі, соларға контент жаздыртады. Оны біз продюсер дейміз. Солар қазір айына мысалы 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, 10 миллионға дейін тауып жатқан біздің әріптестеріміз, біздің жалпы Қазақстанда эксперттер өте көп. Оны біз біреуін білсек, біреуін білмей жатамыз. Сондықтан қазір жалпы мұғалімдердің де жалпы ақша жағынан, табыс жағынан, монетизация жағынан, коммерциализация жағынан дамитын кезі. Осы орайда мен айтып кетейін, жақын арада жалпы жоғары білім және ғылым министрі Саясат Нұрбек бір интервьюында керемет сондай пікір айтты. Одан қазіргі ғалым қандай деп сұраған кезде ол айтты, қазіргі ғалымдар жалпы бұрынғы андай 50-60-тағы академиктер сияқты емес, қазіргі ғалымдар өте жас, және де қазіргі ғалымдар больше предприниматель, кәсіпкерлер, яғни ақша таба білетін адамдар, өздерінің білімі, ғылымы арқылы ақша тауып, жалпы Қазақстанның экономикасына пайдасын келтіретін адамдар деп. Сол сияқты менің ойымша, жалпы ұстаздар да сондай кәсіпкер, сонымен қатар қосымша табыс таба алатын миллионерлар бола алады. Бола алады. Және де енді сіздерге сұрақ, сіздер осы 6 трендтен қай трендті уже жасап көрдіңіздер? Қай трендті сіздер қолданып көрдіңіздер? Мысалы, өздеріңіздің жеке өмірлеріңізді көрсету, медиалықтарыңызды арттыру, жеке историяларыңызбен бөлісу, отзывтарды жинау, сообществоларда тұрып соны әлеуметтік желілерде көрсету, немесе уже сіздер білімдеріңізді, тәжірибелеріңізді сатып жатсыздар ма? Қай сіздер қазір, қай трендті сіздер қазір ұстанудасыздар? Соны чатқа жаза кетсеңіздер, мысалы мен медиа тұлғамын, немесе мен білімді сатып жатырмын деген сияқты. Шынайы болу өте жақсы шығып жатыр. Рахмет. Тағы да басқа қандай трендті қазір қолданып жатсыздар? Енді бұл 2026-ның тренді 2027-де көре жатармыз. Мен ойымша тағы да бір
он шақты жаңа тренд шығатын сияқты, бірақ та қазір енді осы трендтерге орысша айтқанда тапить ету керек қой қазір. Осы бағытта жұмыс істеу керек. Медиасыз репетитор. Мгм. Аздап дара жолдамын. Жалпы репетиторство туралы айта кетейінші мен, әріптестер. Сіздер жауап жазып жатқанша, жалпы мен өзім өте көп жыл репетиторствомен айналыстым. Өздеріңіз білесіздер, жалпы ағылшын мұғалімі десе барлығы репетиторды елестетеді ғой. Сол кезде мен мен жеке историям ғой енді, осыдан 10 шақты жыл бұрын мен ол кезде как раз университетті бітіріп мына неде Алматы қаласында жұмыс істеп жүрдім. Мирас халықаралық мектебінде, сосын ЮНЕСКО деген халықаралық мектеп бар сонда. Сол кездері мен репетиторствомен айналысып, бір сағатта 1.000 теңге ақша алатынмын. Енді өте қызық, қазір енді айтса әрине күлкілі. Сол кезде бір сағат үшін мен ана автобусқа отырып, сол айтамын ғой, маған бір сағат емес, сразу подряд 3-4 сабақ беріңіздер, чтобы мен 3-4 мың теңге тауып, сосын үйге қайтатын екен. 1.000 теңге үшін анау қаланың бір шетінен екінші шетіне дейін, біз алматылықтар бар ма әріптестер, сол қиын деп. Сол кезде мен мысалы репетиторствомен көп айналысқам. Сонда мен ойлайтынмын, жалпы осы образовательный центрдің бастықтары көп ақша алатын шығар деп. Енді ол кезде жаспыз ғой. Сол кезде ойлайтынмын, біз міне 1.000 теңге үшін анау қаладан шетінен бір шетінен екінші шетіне барып деп. Содан кейін мына онлайн, Ресейдің онлайн мектебі бар, жалпы халықаралық мектеп, бірақ та оның несі, учредитель дейміз ғой, ресейліктер, олар не онлайн мектеп ашты. Сол кезде мен сонда 2 жылда 2 мыңнан астам сабақ бергем, тоже репетитор болып. Сол как раз карантин уақытында. Сонда мен репетиторлықпен ақша табуды өте жақсы білем, бірақ та қазір мен сіздерге айтайын, ол совсем не вариант. Бір жағынан ол өте энергозатратно, екінші жағынан уже адамдар, мен ойымша, енді көптеріңіз уже наверное 30-дан асқан шығарсыздар. 30-дан кейін жалпы репетиторствомен емес, уже 30-дан кейін мынандай больше ақшаны көбірек әкелетін нәрселермен, әрекеттермен, жұмыстармен айналысу керек. Репетиторство деген былайша айтқанда уже біздің деңгейіміз емес. Біз қазір мына онлайн курс жасап шығару, онлайн программаларды сату, жалпы сопровождениені сату, менторлық бағдарламаны сату, оқушыларға бір мынандай продуктовая линейканы сату, сол жағына қарай жұмыс істеуіміз керек, сол жағына қарай дамуымыз керек, иә. Жалпы ұстаздың жеке бренд формуласы деген қандай формула? Ол практика мен кіммін деп аталады. Жалпы қазір сіздер чатта жазсаңыздар, мен кіммін, кімге көмектесемін, қандай нәтиже жасауға және қанша уақытта. Бұл жалпы сіздердің мына инстаграмдарыңыздың профилінде тұратын не формула болу керек. Профильдеріңізде тұрмаса да, қазір мен көрсетейін сіздерге, мына жерде инстаграмдарыңыздың мына профилінде тұратын, иә. Профильде тұрмаса да, осы арқылы сіздер түрлі пост пен рилстарыңыз осы сіздің формулаларыңыздың төңірегінде болу керек. Яғни сіздің страницаңызға кірген адам сразу түсіну керек, бұл кісі кім. Мысалы, менде сразу жазылып тұр: ұстаздарды дамытатын ментор по продвижению педагогов. Все түсінеді, что мынау страница точно оқушыларға емес, ата-аналарға емес, иә, там косметологтарға, врачтарға, там кім еще тағы бізде бар қазір қатты даму үстінде, психологтарға, тарологтарға емес, бұл тек қана ұстаздарға арналған. Бірақ та маған әрине әртүрлі подписчиктер жазылады, бірақ та менде основной фокус, целевая аудитория, мақсатты аудитория ұстаздар. Сол сияқты сіздерде мақсатты аудитория кім? Мен кіммін? Кімге көмектесемін, қандай нәтиже жасауға және қанша уақытта? Ол өте маңызды, өйткені сіздердің, егер сіздер олай жазбасаңыздар, егер сондай смыслды видеоларыңыз, посттарыңыз, карусельдер, стористар арқылы бермесеңіздер, онда сіздерде клиент болмайды. Болса да аз болады. Өйткені сіздің страницаңызға кірген кезде мен көрем, көп мұғалімдер маған жібереді өздерінің страницаларын, былай жазылып тұрады: бақытты әйел, там 3 баланың анасы, немесе 5 елде болдым, немесе түкте жазылмайды, например, иә. Егер ол сіздердің профессиональный аккаунттарыңыз болса, онда сіздер профильді міндетті түрде өзгерту керексіздер. Ол жеке аккаунттарыңызда болады ондай жазуға, да, happy woman, неше түрлі жазады ғой адамдар. Олай болады. Бірақ та профессиональный аккаунтта сіздерде профессиональный не болу керек? Профессиональный, былайша айтқанда, описание болу керек, иә.
Енді мына жерде мысалы мысал мен Айжан, мысалы мен Айжанмын, 7 жылдық тәжірибесі бар биология пәнінің мұғалімімін. 11 сынып оқушыларына биологиядан ұбт-ға 3 ай ішінде дайындалуға көмектесемін. Нақты, яғни Айжанның опыты қандай? 7 жыл. Оның целевая аудитория, мақсатты аудиториясы кім? Тек қана 11 сынып оқушылары. Мүмкін 10 болуы мүмкін, өйткені 10-шы сыныптан бастап оқушылар тоже дайындалады, сондықтан сіздер де солай чатқа жазсаңыздар. Мысалы, жаңа сіздер Нағима ханым көп жазып отыр, мен Нағимамын, мысалы 15 жылдық тәжірибесі бар математика пәнінің мұғалімімін, 6-шы сынып оқушыларын Назарбаев зияткерлік мектептеріне түсуге дайындаймын. Неше айда? Мысалы 6 айда дайындаймын, 4 айда дайындаймын. Қазір байқасаңыздар, жалпы ата-аналардың арасында да тренд өте қазір өсуде. Негізі қазір ұстаздарға өте бір керемет уақыт қой. Былайша айтқанда золотое время, алтын уақыт. Өйткені мысалы менің апайымның өзі бір баласын тек қана оқыту үшін репетиторларға, образовательный центрға 100 000 теңге береді. Сондай ата-аналар Қазақстанда өте көп. Қазір ата-аналар былайша айтқанда біздің кезімізде сияқты емес, біздің кезімізде көп нәрсе тегін болатын, мысалы қазір барлығы ақылы. Ата-аналар қазір балаларын әртүрлі мини-центрларға да беріп жатыр. Ақшаларын аямайды, именно баладан аямайды. Балаға қазір өте миллиондаған инвестициялар құйып жатыр, әртүрлі образовательный центрларға беріп жатыр. Еще Тредста да, Инстаграмда да жазады, еще учителя, еще подскажите хороший образовательный центр деген сияқты өте көп запистер жазылады, чаттарда жазылады, Өйткені қазір оқушыларды өте қатты дамытуға, сондықтан сіздерге осы мүмкіндікті пайдаланып қалу керек, жібермеу керек. Егер сіздер мұғалімдермен жұмыс істегілеріңіз келсе, тоже солай жазасыздар, Мысалы, менің есімім, мысалы, мен мына жерде мысалы Еркеназбын, Еркеназ қазір өзін жас қойып, мен басқа, мен Гүлмира ханым, мен Гүлмира, мысалы 10 жылдық тәжірибесі бар мұғалімдер. Мысалы, именно сіз қандай мұғалімдерді, ағылшын ба, орыс тілі мұғалімдерінің методикасын, әдістемесін жақсартатын, немесе зерттеу дағдыларын жақсартатын ментормын, тәлімгермін, наставникпін деген сияқты, яғни сіздің целевая аудитория, мақсатты аудиторияңыз орыс тілі пәнінің мұғалімдері, кім өзінің зерттеу дағдыларын жақсартқысы келеді, мысалы 3 айда оларға көмектесемін деген сияқты нақты нәтиже. Өйткені қазір адамдар тек қана нәтижеге келеді. Мынандай былайша айтқанда көреміз, сол 1 жыл уақыт алатын шығар, шамамен осындай деген болмайды. Все, сізде нақты курстың уақыты болу керек, нақты жұмысыңыздың сіздің нәтижелі уақыты болу керек. Репетитор дейді. Жақсы, шынайы мұғалім болу трендін қолдауда, оны оқыдық бағана. Мен халықаралық мектепте 15 жыл тәжірибесі бар эксперт, 5 жылда халықаралық ұстаз болып, айына 1 миллион табуға көмектесемін. Тамаша. Енді бұны кішкене нақтырақ жазсаңыз, сіз кімге көмектесетініңізді жазбағансыз, ұстаздарға, халыққа. Оны кішкене онда конкретно жазу керек. Мен мысалы, мен есіміңізді жазасыз, сосын халықаралық мектепте 15 жыл тәжірибесі бар экспертпін, және де айына 1 миллион тапқысы келетін ұстаздарға мысалы қалай көмектесесіз, не істеп көмектесесіз, халықаралық мектепте жұмыс істеуге көмектесемін деген сияқты. Сәл кішкене түсініксіз болып қалды да. Мен Нағима, 11 жылдық тәжірибесі бар география пәнінің мұғалімімін, халықаралық олимпиаданың бірнеше күміс медаль жүлдегерлерін дайындағанмын, 1 жыл ішінде олимпиадаға дайындап көмектесемін. Бұл бірінші вариант. Супер. Енді Нағима ханым, сізге енді осының төңірегінде тренд, отзывы деген трендті алып, сіздің оқушыларыңыздың историясын олардың рұқсатымен, ата-аналардың рұқсатымен түсіріп алу керек. Мысалы, сізде Арсен деген оқушы бар, ол мысалы халықаралық олимпиадада күміс жүлдегер болды. Сол сіздің бір кейсіңіз ол Арсен, Арсенге айтасыз, Арсен, сен айтып берші, сенде қандай А нүктесі қандай болды, бұл нүктесі қандай нүктеге дейін сен жеттің, Енді ол айтады, Арсен, мен Нағима ханыммен бір жыл, мысалы, Нағима ханымның сабақтарын алып, мен олимпиадаға дайындалып, осыны олимпиадаға бардым. Сосын Арсеннің олимпиадаға қатысқан видеолары болса, марапаттау сәттері болса, оның барлығы сізде кейс, ол міндетті түрде сіздің актуальныйыңызда тұру керек.
яғни оны сіз бірінші рилс қылып саласыз, пост қылып саласыз, сосын мына сторисқа қойып, мына жердегі актуальный деген бізде бар, сол актуальныйға қойып қоясыз. Сонда сіздің страницаңызға кіргенде ең бірінші адамдар актуальныйға кіреді, иә. Мысалы менде актуальныйда саяхат өте көп, адамдар сразу кіріп, ой, сіз саяхатшысыз ба дейді. Сол сияқты сізге кіріп, ой, Нағима ханым, сіз олимпиадаға дайындайсыз ба деген сияқты сұрақ туындау керек. Тамаша, мен Эльмира, 15 жылдық тәжірибесі бар қазақ тілі пәні мұғалімімін. Республикалық ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздарын дайындаған зерттеуші ұстазбын. Иә, ол сіздің историяңыз. Ал енді сіз қазіргі ұстаздарға қалай көмектесесіз? Сол туралы жазуыңыз керек. Яғни республикалық ғылыми жобаларда, ғылыми байқауларда жеңімпаз болғысы келетін ұстаздарды 3 айда дайындаймын, 5 айда дайындаймын, 2 айда дайындаймын деп жазасыз. Хорошо, четко, ясно. Дальше сайт жасаттық заказбен. Так, 6-7 мұғалім бірігіп видео сабақтар түсірдік, продажаға шығарып көрдік, сата алмадық, өз жұмысымыздан босай алмай жүрміз. Я, бұл жерде мен попозже сіздер WhatsApp чаттан шықпаңыздар, хорошо, попозже менде разборлар болады, сол разборда каждыйларыңыздың кейстарыңызды бөлек қарастырамын. Сонымен қатар менде қазір диагностика, яғни консультациялар болады. Менің жеке диагностикама жазсаңыздар, мен сіздердің инстаграм страницаларыңызды, сіздердің опыттарыңызды қарап, сонымен алдын ала танысып, сосын сіздерге даму траекториясын жазып берем, яғни продажаға қалай шығу керек. Мен жалпы жақында 250 мың теңгелік продажны курсты өттім. Былайша айтқанда, мынау Қазақстандағы топ бірінші продажниктан, яғни как продавать на высокие чеки, яғни жоғары чектарға. Бізде низкий чектар бар, жоғары чектар бар, төмен чектармен жоғары. Сол жоғары чекқа сату алгоритмін, воронкасын мен болашақта тоже айтатын болам. Сонымен қатар өзімнің менторлық бағдарламамда тоже айтатын болам. Сол, Гүлмира ханым, сізге соған қатысу керек міндетті түрде. Мен Эльмира, 15 жылдық тәжірибесі бар қазақ тілі пәні мұғалімімін. Республикалық ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздарын дайындаған зерттеуші ұстазбын. Идеядан зерттеуге дейін жобасының авторы, кез келген идеяңызды жобаға ұластыра аламыз. И уақытты жазыңыз. Қанша уақытта? 2 айда, 3 айда, 1 айда. Жақсы. Енді құрметті ұстаздар, Дилтс пирамидасы туралы білесіздер ме? Дилтс пирамидасы дегеніміз не? Жалпы бұл пирамида бізде нейрофизиологиядан алынған пирамида, яғни Дилтс деген ғалым осы пирамиданы ойлап тапқан, яғни бұл жалпы адамның даму деңгейі. Яғни қалай? Ең бірінші бізде база біздің ортамыз. Біздің ортамыз ол біздің база. Яғни біз қайда жұмыс істейміз, кіммен жұмыс істейміз, кіммен коммуникация жасаймыз, ол біздің базамыз. Келесі бізде әрекетіміз біздің, қандай әрекеттер жасаймыз, не істейміз деген сияқты. Келесі бізде ол әдетіміз, қабілетіміз, яғни бізде қандай әдеттер қалыптасқан, қандай қабілеттеріміз, қандай дағдыларымыз бар. Келесі ол біздің құндылықтарымыз, яғни біз қандай құндылықтарды, қандай убеждение дейміз ғой, қандай ұстанымдарды ұстанамыз, және де рөл, бізде қазір жалпы қоғамда қандай рөліміз бар. Ең соңғысы бізде миссия. Мен айтайын дегенім, жалпы бұл өмірде әр адамның өзінің миссиясы болады. Әр адам өзінің миссиясы үшін өмірге келеді, былайша айтқанда, өмір сүреді, иә. Өйткені біз қазір жасап жатқан әрекетіміз, ісіміз, ол барлығы база. Бізде негізі үлкен бір миссия бар. Сол миссияға біз жұмыс істейміз. Қазір енді кейбір адамдарда миссия ол құпия болуы мүмкін. Кейбіреу өзінің миссиясымен бөліскісі келмеуі мүмкін. Сондықтан мынандай блокноттарыңызды алып, өздеріңіздің миссияларыңызды жазсаңыздар, енді бізде бірнеше миссия болуы мүмкін. Біздің жеке өміріміздегі миссия, біздің отбасыдағы миссиямыз, біздің жалпы миссиямыз қандайды бір мақсат. Енді бірақта сіздер осы профессияға қатысты өздеріңіздің жеке брендтеріңізге, мансаптарыңызға, жалпы жұмыстарыңызға қатысты миссияңыз қандай? Оны жазу үшін сіздерге мынандай келесі практика көмектеседі. Яғни өзіңізді 20 жылдан кейін елестетіңіз. Бұл сіздің миссияңыз. Өйткені жалпы бізде стратегиялық ойлау деген жалпы ойлау жүйесі бар. Енді кейбір адамдарда ол өте жоғары деңгейде дамыған, кейбір адамдарда онша дамымаған, бірақ та қазір неше түрлі курстар,
неше түрлі практикумдар бар. Жалпы мен де ол туралы болашақта айтатын боламын сіздерге. Жалпы стратегическое мышление деген бар. Көбінесе ол руководительдерде болады, яғни көшбасшы лидерларда. Сонымен қатар мындай мықты кәсіпкер, бизнесмен, мынандай үлкен командаларды басқаратын адамдарда стратегиялық мышление өте жақсы даму керек. Сонда сіздер өздеріңізді 20 жылдан кейін елестетіңіздер. Қазір сіздерге мысалы 30 жас болуы мүмкін, 40 жас болуы мүмкін, 50 жас болуы мүмкін. 20 жылдан кейін сіз немен айналысасыз, сізде не бар, өзіңізден кейін не қалдырғыңыз келеді. Бұл сіздің, яғни, миссияңыз. Призвание дейміз орысша, иә, миссия дейміз. Сол сіздің мына миссияңыздан енді біз қазір жазып отырсаңыздар, былайша айтқанда төменге қарай түсеміз. Яғни 20 жылдан, наоборот, обратный отчет, бер қарай. Яғни сіздер 20 жылда сондай дәрежеге жету үшін сіздер қазір не істеулеріңіз керек, иә? Дәл қазір неден бастау керек? Маленькими шагами, былайша айтқанда кішкентай қадаммен, кішкентай әрекеттермен біз 20 жылдық миссияға жетеміз. Мысалы, сіздерде 20 жылдан кейін мүмкін жаңа сіздер айтып жатсыздар, иә, олимпиадаға дайындаймын деп. Мүмкін сіздер Қазақстан бойынша олимпиадаға дайындайтын оқушыларды бір орталық ашқыңыз келеді, иә. Яғни Қазақстан бойынша 20 қала бар ма, сол 20 орталық. 20 орталықта 100 оқушыдан. Ол сіздің үлкен миссияңыз. Сол миссияға жету үшін сіз қазір не істеуіңіз керек? Қазір сіз әрине бір орталықтан бастауыңыз керек. Сосын ары қарай былай франшиза сатып, немесе ары қарай оны кеңейтіп, сейт жасап дамытасыз, иә, 20 жылдан кейін. Сонда осы практика сіздерге көмектеседі. Оны үй жұмысы қылып алсаңыздар да болады. Қазір жасамай, үйде өздеріңіз уақыттарыңыз болғанда, ешкім кедергі жасамаған кезде, өздеріңіз 20 жылдан кейін өздеріңізді елестетіп, кімсіз сіз, қандайсыз, немен айналысасыз, сізде не бар деген сияқты сұрақтарды қойып, сосын қазіргі жеке брендіңізді дамытудың траекториясын білсеңіздер болады. Енді жалпы жеке брендтің бізде 5 маңызды бағыты бар. Осыған дейін біз блог жүргізген кезде қандай тренд болды? Осыған дейін мен әртүрлі продюсерлерден, наставниктардан білім алған кезде олар маған бүйтіп айтатын. Жалпы бізде былайша айтқанда қазір блогымыз біздің бар, мысалы Инстаграм парақша. Инстаграм парақшада бізде контент, мысалы 70-30 немесе 80-20 болу керек. Яғни 80% сіз полезный информация бересіз, 20% сізде развлекательный контент болу керек дейтін. Бірақ та қазір ол уже былайша айтқанда жұмыс істемейді, это уже не работает. Өйткені ондай контентті көп адамдар жасап көрді, ол қазір өте көп жұмыс істемейді, себебі қазір трендтер өзгерді. Тек қана экспертті 80%, 70% экспертті контенттер көріп, адамдар сізден жалығып, отписка жасап, мүмкін даже вообще не интересует, немесе блокқа да салып жіберу мүмкін. Неге? Өйткені қазір ақпараттың заманы, ақпарат өте көп, білім беретін, эксперттілікпен бөлісетін адамдар өте көп, сондықтан уже конкуренция өте үлкен. Бірақ та бұл жерде қуантатын бір жайт, жалпы именно қазір активно дамып жатқан былай инфобизерлардың арасында ұстаздар аздау. Мен сіздерге айтайын, өйткені мен өзім бірнеше сообществоларда болдым, бірнеше адамдармен жұмыс істедім. Сол кезде біз мысалы отырамыз, 30-40 адам, и бәрі өздерінің профессиясын айтады. Мен мысалы заңгермін дейді, біреу айтады, мен мысалы кофейняны басқарамын дейді, біреу айтады, мен косметологпын дейді. Сол кезде былай білім саласында мен ғана шығамын, всегда мен ғана. Сонда мен түсіндім, яғни бізде жалпы именно бизнес жағынан, кәсіп жағынан жалпы дамып жатқан ұстаздар сәл аздау, былай общий қарағанда. Содан, яғни конкуренция бізде әлі аз. Сол сіздерге өте жақсы мүмкіндік қазір вне конкуренция, былайша айтқанда, дамып кетуге, иә. Енді мен бұл бағытты сондай бір мультимиллионер адамның курсынан үйрендім. Жалпы осы 5 бағытты, яғни әрқайсыларын сіздер өздеріңізше бір жұлдызсыздар, иә. Өздеріңізді жұлдыз сияқты сезінулеріңіз керек өз бағыттарыңызда, өз профессияларыңызда. Сонда сіздердің блогтарыңыз жалпы 5 бөлімнен тұрады. Яғни ол эксперттілік,
мысалы сіздер биология мұғалімі болсаңыздар, сол жалпы биология туралы көп айтасыздар. Биология жалпы не үшін көмектеседі, биологияны оқыған оқушылар қандай жетістікке жете алады, қандай университеттерге түсе алады, потом мына әлемдік биологияны оқыған қандай ғалымдар бар деген сияқты сіздер өздеріңізге аудиторияны эксперттілік арқылы жинайсыздар. Келесі бізде мына ситуативті контент, яғни сіздерде блогтарыңызда өте көп ситуациялар болу керек. Мысалы сіздер сторисқа шығасыздар, так, мысалы сәлем мен подписчиктарым, бүгін мен осындай жерге бара жатырмын, осындай менде бүгін ситуация болды, осылай мен әрекет еттім, осындай бір қызық болды деп тредсқа да соны жазасыз, сторисқа да жазасыз. Жақсы ма? Сосын хобби мен даму өте просмотрды көп жинайтын контент. Мен сіздерге айтайын, өйткені жалпы адамдардың былай өздеріңіз қарасаңыздар, вайнерлар неге көп просмотр жинайды, миллиондаған? Өйткені жалпы адамдар көп шаршайды, сонымен қатар олар андай развлекательный контентке әуес болады, бір приколдар, бір сондай күлкілі нәрселер, бір ойын сауық, әзіл деген нәрселер. Бірақ та енді біз өзіміз педагог болғандықтан бізде енді бәрібір де олай шектен біз шыға алмаймыз. Сондықтан біз өзіміздің бағытымызға сай өзіміздің хоббимізді саламыз. Мүмкін сіздер природаны жақсы көресіздер, табиғатты, мүмкін атқа шабуды, мүмкін саяхат жасауды, мүмкін сурет салуды, мүмкін сіздер бір әрқашан бір даму үстіндесіздер, бір конференцияларға, бір нелерге қатысасыздар, іс-шараларға, соның барлығын сіздер салып отыруларыңыз керек. Келесі ол бізде отбасы. Отбасы дегеніміз, яғни бойдақ адамдар болса өздеріңізді саласыздар, туысқандарыңызды, ата-аналарыңызды деген сияқты. Егер үйленген адамдар болса, балаларын, өзінің отбасыларын салуға болады. Ол да тоже қызық, өйткені адам қазір шынайылыққа тартылады. Қазір мына лайфстайл блогерлар өте көп реклама жасайды, олармен өте көп сотрудничать етеді, өйткені олар өздерінің балаларын әдемі киіндіріп қойып, былай күйеулерімен бір жақсы бір қыдырып жүрген салады, сосын бір саяхаттап жүргенін, машина алып жатқанын деген сияқты. Ондай адамға өте қызық, өйткені адамдарда потребность отбасыға деген қажеттілік өте көп. Сондықтан адамдар ондай әдемі отбасыларға тоже жазылып алады. Соны есте сақтасаңыздар. Келесі ол бизнес және сатылым, ол ең маңызды. Осы личный брендтің, жеке брендтің 5 бағытындағы ең маңыздысы әрине бізге сатылым, бизнес. Біз не үшін осының барлығын жасаймыз? Соңында біз клиенттерді тауып, солармен жұмыс істеп, соларға продажа жасап, солардан ақша алу. Біздің жалпы былайша айтқанда монетизация, коммерциализация. Бірақ та осы ақша алу, ол не? Ол біздің білімімізді беру арқылы, яғни энергообмен дейміз. Біз бұндайды миссияға сай, яғни біздің миссиямыз үлкен бар, сол арқылы біз сол миссияға бизнес сатылым арқылы келеміз. Жақсы ма? Бәрі түсінікті ме? Түсінікті болса, чатқа плюс батырмасын басып жіберсеңіздер. Барлығы түсінікті ме? Сондықтан міне мына осындай практикамен уже сіздер қазір инстаграмдарыңызды реттеп, өздеріңіздің аватарларыңызға жақсы фотоларыңызды қойып, анық, дұрыс көрінетін былай түрлеріңіз, профильдеріңізді өзгертіп, сосын мына бір айлық контент жасап, осы 5 бағытта қазір жұмыс істеулеріңіз керек. Осы қазір качать етіп жатқан, сондай дамып жатқан өте сондай направление, былайша айтқанда траектория деп айтсақ болады. Енді менің сіздерге күшті ұсынысым бар. Жалпы осы ұсыныста менімен бірге өздеріңіздің жеке брендтеріңізді дамытып, өнім желісін іске қосып, яғни продуктовая линейка дейміз, сіздерде қазір продукт болмай тұр. Болса да ол жүйеге қойылмаған. Ол жүйеге қойылса, сіздер осы практикумға келмеуші едіңіздер. Сіздер уже миллиондап табыс тауып, наоборот, сіздер басқаларға үйретуші едіңіздер. Сатылымды бастап, арттырып, бизнес қауымдастыққа қосылып, серіктес кім болғысы келеді, чатқа плюс батырмасын басыңыздар, және де қателіктер мен күйзелістерге кететін жылдарыңызды үнемдегіңіз келеді. Өйткені мен өзім осы салаға 6-шы жыл қадам басып келемін. Өте көп енді қателіктер де болды, стресс та болды, қиындықтар да болды, бірақ та жалпы менің ол бәрі тәжірибем. Бірнеше жыл уақыт кетсе де, қанша мысалы миллиондаған ақша жұмсасам да, мен бәрі бірде жетістікке жете алдым. Ең бастысы біз осы жеке брендімізді дамыту арқылы өзіміздің өмір сапасын жақсартамыз, яғни біз денсаулығымызды жақсартамыз, жақсы медициналық көмекке жүгінеміз, жақсы салондарға барамыз, саяхаттаймыз, ата-анамызға, отбасымызға, балаларымызға көмектесеміз, балаларымызды жақсы мектептерге береміз. Жалпы қосымша табыс табудың
плюстары өте көп. Негізі қосымша табыс табу ол жалпы негізі ақша туралы емес. Көп адамдар сол қателеседі, тек қана ақша деп. Ақша ол инструмент. Біз ақша арқылы көп өзіміздің мақсаттарымызды жүзеге асырамыз. Сондықтан біз қосымша табыс тапқымыз келеді, иә. Соңында біз бақытты болғымыз келеді, былайша айтқанда, иә. Адам бақытты болу үшін оған не керек? Оған жақсы отбасы керек, оған жақсы денсаулық керек, оған жақсы ұйқы керек, жақсы медициналық көмек керек, жақсы саяхат керек, иә, жақсы квартира керек, жақсы машина керек. Осының барлығы келіп қосымша табысқа тіреледі, иә. Сондықтан чатқа плюс белгісін қалдырыңыз, иә. Яғни мен қазір сіздерге қысқаша өзімнің менторлық бағдарламамды ұсынамын, содан кейін чатқа да осыны жіберетін боламын, менторлық бағдарламаны. Жалпы менің менторлық бағдарламам бір айдан тұрады. Бір айда біз 5 модульді өтетін боламыз. Яғни мен сізге арнайы тұлғалық распаковка жасап беремін. Сонымен қатар жалпы коучинг және маркетинг техникалары арқылы сіздің тұлғаңызды ашуға көмектесемін. Мақсаттарыңызды, құндылықтарыңызды анықтаймын. Өйткені қазіргі уақытқа дейін сіздер былайша айтқанда мектептің төңірегінде мықты профессионал ұстаз болдыңыздар. Енді қазір масштабқа шығатын уақыт келді, дамитын уақыт келді, блогер болатын уақыт келді, қосымша миллиондаған табыстар табатын уақыт келді. Дәл осы 2026 жыл өте керемет условия. Сонымен қатар мақсатты аудиторияларыңызды анықтаймыз, сіздің тәжірибеңізге, құндылығыңызға, қажеттіліктеріңіз бен қалауларыңызға сәйкес болады сіздің мақсатты аудиторияңыз, иә. Әр қарай өнім жүйесі, яғни продуктовая линейканы құрамыз. Тегін продуктылар бар. Бүгін мысалы мен сіздерге тегін продукты беріп отырмын, иә. Практикум менде абсолютно тегін, 0 теңге. Сол сияқты сіздерде де продуктовая линейкаларыңызды құрып беремін, майндмап жасап, иә. Яғни 0 теңгеге сіздер не бересіздер, 10 мың теңгеге не бересіздер, 20 мыңға не бересіздер, 100 мыңға не бересіздер деген сияқты низкочековый продукты болады. Высокочековый продукт, соны шығарамыз. Сонымен қатар әртүрлі балама нұсқаларыңыз, яғни біз тестировать етіп көреміз, қайсы именно сіздің клиенттеріңізбен работает, қайсы не работает, қайсы жұмыс істейді, қайсы жұмыс істемейді. Сонымен клиенттер қайта оралатын өнімдер дайындауға көмектесемін. Мен бұны неде үйренгенмін, сол жаңа айттым ғой сіздерге, қымбат курсқа қатыстым деп, сатылым бойынша сол жерде үйренген болатынмын. Өйткені менде проблема болды именно жоғарғы чекқа сату. Төмен чекқа мен өте жақсы сатам, бірақ та жоғарғы чекқа сатуға біртүрлі мен ыңғайсызданатынмын. Ой, былайша айтқанда, біреу ала ма, вообще біреуге керек па, оларда ақшасы бар ма, вдруг олар төлей алмайды деген сияқты көп қорқыныш болды. Сосын мен неге айттым ғой, жаңа номер 1 продажниктің курсына барғанда, ол 10 жыл сатылыммен айналысады екен. Бүкіл Қазақстандағы мынандай мықты миллиондар жасайтын бизнесмендерге продажный отделдарды, яғни сатылым отделдарын ашуға көмектеседі екен. Сол адамнан көп нәрсені үйреніп алдым. Қазір мен уже спокойно жоғарғы чектарға сатам, және де сіздерге қалай солай спокойно жоғарғы чектарға сатуға, яғни платежеспособный аудиториямен жұмыс істеуге үйретемін. Яғни ақшасы жоқ аудиториямен сіздер жұмыс істемейсіздер, ақша төлей алмайтын аудиториямен жұмыс істемейсіздер, тек қана ақшасы бар, төлей алатын аудиториямен қалай жұмыс істеу керек, оның бөлек алгоритмі бар, сонымен жұмыс істеуге көрсетемін. Сонымен қатар жалпы контент, яғни контентті қалай жасаймыз, қай кезде қанша саламыз, қандай видеолар саламыз. Сонымен қатар неме бар, прайм тайм деген бар. Прайм таймда именно просмотрлар өте көп болатын уақыт прайм таймда салу керек, сол туралы. Сосын воронкалар құрамыз, яғни воронка продаж деген бар. Бізде мынандай воронка үлкен болып басталады. Өзі воронка деген сөзді білетін шығарсыздар, физиктер, химиктер, иә. Үлкен болып басталады да, ең соңында осылай кішірейіп сіздерге продажа әкеледі, яғни сізге чек әкелетін. Ол бізде воронка деп аталады. Дальше трафикпен сатылым, яғни клиенттерді тиімді іздеуге көмектесемін. Тегін және ақылы продвижение, продвижениенің әдістерін көрсетемін, және де сіздердің сатылым дағдыларыңызды бірге реттейтін боламыз, дамытатын боламыз. 4 апталық менторский программа, бұл менде енді ұзақ уақытқа болады, өйткені қазір ұстаздардан запростар өте көп түсіп жатыр. Сондықтан мен осындай бір ай жұмыс істеп, бүкіл өзімнің жинаған 5-6 жылғы білімімді барлығын жинап,
мен осындай продукт жасап шығардым. Иә, өте көп ойландым, қалай жасасам деп, өзім қанша менторство сатып алғам, миллион теңгеге сатып алдым, иә, менторство 500 мың теңгеге. Сосын әртүрлі коучинговый сессиялар, психологиялық сессиялар алдым 250 мың теңгеге. Соның барлығын жинақтап, мен қазір бір продуктыға шығардым. Енді продуктының бізде үш түрі бар, жалпы менторлық бағдарламаның. Ол стандарт, 3 айлық, премиум 6 айлық және VIP ол 1 жылдық. Стандартта бізде жазба видео сабақтары болады және де сертификат. Сонымен қатар ұстаз академи бизнес қауымдастыққа қосылу құны ол кіреді стандартқа да, премиумға да, VIP-қа да. Яғни ол құны жалпы негізі бөлек кірсеңіздер 120 мың теңге, айына 10 мың теңге. Ол сообществода әртүрлі тоже вебинарлар, практикумдар, гостевые лекция барлығы болады қауымдастықтың шеңберінде. Ол енді жыл бойы болатын жұмыс, ол негізі құны оның миллион теңге, бірақ та оның бөлек кіруі 120 мың, бірақ та менторлық бағдарламалардың қатысуына ол тегін, соның ішіне кіреді. Сосын 4 топтық онлайн талдау құны 200 мың теңге, яғни бір онлайн разбор бізде групповой ол 50 мың теңге тұрады, ол премиум тарифімен VIP тарифына кіреді. Және де 4 жеке онлайн талдау, ол құны 500 мың теңге, ол кіреді премиумға емес, ол 1 жылдық VIP-қа кіреді. Мына жерде уже мұғалімдер жазып жатыр да, иә, сосын жауап берем. Сосын ол VIP-қа кіреді. Және де ұстаз академи бизнес қауымдастығы шеңберінде ықтимал серіктестік. Премиум немесе VIP-ті бітірген ұстаздар менің сообществомда мен сияқты ментор болады, куратор болады, және де олар да мен сияқты табыс табуды үйренеді, иә. Енді жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Мен жылдар бойы жинаған білімімді, тәжірибемді, 8 миллиондай инвестиция құйған білімімді, иә, сол салған жалпы менторлық бағдарлама қанша тұрады деп ойлайсыздар? Чатқа жаза кетсеңіздер. Мен негізі бұл сұрақты біздің бизнес сообществода үйреніп алдым. Біздің бизнес сообществоның учредителі, предприниматель, ол, в общем, қалай істеді? Ол постоянно мынандай бизнес завтрактарда, бизнес практикумдарда бәрінен сұрайды, қалай ойлайсыздар, біздің бизнес сообщество қанша тұрады? Біз уже жаттап алдық, ол уже 2 миллион тұрады, ай сайын 500 мың, 2 миллион 600 мың, сосын ұсақ-түйек шығындармен 3 миллион. Бәріміз білеміз 3 миллион тұратынын, бірақ та ол сұраған соң бәрі қайтадан айтады. 1 миллион дейді, 2 миллион дейді, 500 мың дейді, 3 миллион дейді, 5 миллион дейді. Сол сияқты мен де сіздерден сұрайын. Жалпы қалай ойлайсыздар, қанша тұрады? Чатқа жаза кетсеңіздер, жақсы ма? Так. Бағасы. Адамдар әлі кіріп жатыр. Қосып қойайын. Жаңадан қосылған әріптестер, жалпы запись сақтап жатырмын. Чатқа жіберем. Чаттан шықпасаңыздар, өйткені чатта болашақта тоже тегін практикумдар, кім тегін білімді жақсы көреді, тегін ақпарат өте көп болады. Ойламаңыздар, енді тек қана ақылы бола ма деп, жоқ, тегін тоже болады. Өйткені мен өзім жалпы қазір андай состояниедамын, исходящий дейді ғой, человек на исходящем. Мен тегін білімді көп бере берем, аямаймын. Өйткені мен слишком көп жинап қойдым ол тәжірибені, енді тарататын уақыт келді. Сондықтан чаттан шықпаңыздар, сообществода тұра беріңіздер, өте көп тегін ақпарат болады. Так, қанша тұрады деп ойлайсыздар? Чатқа давайте 1-2 цифры жаза кетсеңіздер. Бағасы. Осы менторлық бағдарлама, жалпы оның құны негізі енді 8 миллион деп артық айтпай қояйын, бірақ та как минимум 2 миллиондық білімді аласыздар енді. Бірақ та құны өте сондай бір вкусный, жақсы бағалармен. Так, жауаптарыңыз бар ма? Қанша тұрады деп ойлайсыздар? 1 миллион, 10 миллион, 10 миллион. Рахмет жоғары бағалағаныңызға. 100 мың, 500 мың, 1 миллион. Тамаша. 150 мың, 200 мың, 1 миллион. Рахмет, жақсы. Я, сіздерге де бұйырсын, сондай ақша табу, мен ойымша, жалпы мұғалімдер осындай ақша табуға лайық деп ойлаймын. Енді қарасаңыздар, негізі бұл өзінің бағасы стандарт бізде 100 мың теңге, премиум 500 мың, VIP 1 миллион теңге. Бірақ та әрине практикумның қатысушыларына өте жақсы скидка бар, яғни өте жақсы жеңілдік. Стандарт 29 мың теңге, яғни 3 айда, это всего лишь айына 10 мың теңгеден сізге шығады. Енді 10 мың теңге деген, былайша айтқанда, бір күніне есептегенде 300 теңге ғой. 300 теңгеге қазір даже кофе сатып ала алмайсың, а сіздер
құны 2 миллион тұратын білімді аласыздар. Премиум 6 айға, яғни 130 мың теңге, тоже өте арзан, яғни айына шамамен бір 20 мың теңге шығады ғой, 22 мың теңге. Зато сіздер уже осы менторлық бағдарламаны сатып алып, ары қарай уже өздеріңіздің сатылымдарыңызды бастап кетесіздер. Личный брендтарыңызды дамытып, продуктовая линейка құрып, сіздер мына 6 айдың ішінде уже доходқа шығасыздар. Стандарт тарифін алғандар уже 3 айдың ішінде доходқа шығады. Как минимум сіздер бір 100 мың, 200 мың, 500 мың, 1 миллионға дейін доходқа шыға аласыздар. Барлығы өздеріңізге байланысты. VIP тариф 429 мың теңге скидкамен. Жалпы рассрочка бар, 5 мың теңге көлемінде алдын ала төлем жасасаңыздар, жалпы өздеріңіздің орындарыңызды сақтап ала аласыздар. Сондықтан мен қазір мына жерге жіберіп қояйын, төлемді қай жерге жасауға болады. 5 мың теңге көлемінде жасаған адамдар, міне жібердім, мен чатқа жіберіп қойдым сіздерге, сообществоның чатына. 5 мың теңге жасаған адамдар, олар осы тарифтің біреуін ала алады, және де мен жекеме чек жіберсеңіздер, кеше менде уже бірнеше мұғалім алды. Так, жіберіп қояйын. Яғни сіздер чекті маған жіберсеңіздер жекеме, адамдар әлі кіріп жатыр екен, жалпы осындай жеңілдікті ала аласыздар. Сонымен қатар бөліп төлеу бар, рассрочка бар, рассрочка қарастырылған. Бұл жалпы образовательный центр, бұл менің өзімнің центрім, яғни өзімнің, былайша айтқанда, барлығы менің атымда. Ол үшін уайымдамасаңыздар болады. Кәдімгідей оқу орталығы учебный центр деп тіркелген, бөліп төлеу бар. Сонымен қатар бұл бағдарлама маған келе ме, келмей ме, соны білу үшін сіздер 30 мың теңгелік консультацияны бар жоғы 9900 теңгеге ала аласыздар. Шамамен консультация 40 минуттай уақыт болады. Сол кезде сіздерге жалпы бұл менторлық бағдарлама келе ме, келмей ме, жалпы сіз личный брендіңізді ары қарай қалай дамыта аласыз, миллионға қалай шыға аласыз, сол туралы сөйлесе аламыз. Тоже жаңағы WhatsApp-қа жіберген ссылкамен өтіп, жалпы төлемді жасап қойсаңыздар болады. 9900 теңге деген енді сіздердің өздеріңізге деген инвестиция ғой, былайша айтқанда личный брендтарыңызға, жалпы сіздерді миллионға келетін инвестиция, былайша айтып аз ақша құйып көп ақша шығаруға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрине блогтарыңызды жүргізіп, мен айтқан кеңестерді, рекомендацияның барлығын орындасаңыздар, сіздер айына 1 миллион теңге таба аласыздар. Сонымен қатар Ұстаз Академия бизнес қауымдастығының резиденттінің құны ол айына 10 мың теңге. Сіздер менторлық бағдарламаны сатып алмай, тек қана бизнес сообществоға кірсеңіздер болады. Жалпы менторлық бағдарламаны сатып алған адамдар менің партнерім бола алады. Яғни тоже осылай менторствомен айналысып, мұғалімдерді оқытып, мұғалімдермен жұмыс істеп, куратор бола алады. Сондықтан негізі менторлық бағдарламаны оқып алғандарыңыз өздеріңізге жақсы. Болашақта қосымша табыс ешкімге артық болмайды. Қазір жалпы қосымша табыс табу қазіргі заманда осындай қымбатшылықта, инфляцияда өте маңызды әр ұстаз үшін. Сондықтан мен ойымша сіздерге айына 10 мың теңге, яғни грубо говоря күніне 300 теңге, қазір 300 теңгеге дымды ала алмайсың, сіздер 300 теңгеге талай білім аласыздар. Өйткені бізде скоро график шығады, бір жылдық, сонда бір жылдық болғанда бір жылға, бірақ та ай сайын жіберіп отырамыз, сонда болатын барлық мероприятиялар сонда кіреді. Ал енді сіздерге соңына дейін отырғандарыңызға алғыс білдіремін. Енді сіздерге бонус бар, бүгін соңына дейін отырып, міне 1,5 сағат уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін не мен сіздерге бере аламын, блогта дамудың тегін, 10 тегін әдісі, гайд, бұл гайдты жіберем келесі аптада. Менің жеке брендім деген чек парағы, яғни сіздер өздеріңізге былай чек-лист белгілейсіздер. Сонымен қатар осыны сіздер Ұстаз Академия деген код сөздерін менің WhatsApp-ыма жазсаңыздар, сонда сіздерге осы сыйлық тегін беріледі. Сонымен қатар жалпы стандартты менторлық бағдарламасы, жалпы 30 ойынына қатысу үшін мен қазір 30 мың теңге тұратын стандарттық менторлық бағдарламасын бір адамға сыйлаймын тегін. Мүмкін 2 адамға сыйлап қалу мүмкін. Ол үшін сіздер видеомен, былай өздеріңізді видеоға жазып, мынандай былайша айтқанда говорящая голова дейміз ғой, сторис-тарыңызды салып, Гүлжан тренер және Ұстаз Академия дегенді белгілесеңіздер, сіздер осы 30-қа қатысасыздар, яғни 30 мың теңгені үнемдеп, уже сіздер қазір табыс таба бастайсыздар. Жақсы ма? Сұрақтарыңыз болса чатқа жазсаңыздар болады. Записті
чатқа салуға тырысамын. Және де тегін іс-шаралар үшін осы 2026 жеке бренд қоғамдастығында отыра беріңіздер. Вебинарлар, семинарлар көп болады, тегін ақпаратта болады. Низкочековый практикумдар да өте көп болады. 5.000 теңге тұратын, 7.000 теңге тұратын, 10.000 теңге тұратын, барлығы сіздерге пайдалы болады. Сондықтан сол чатта отыра берсеңіздер, шықпасаңыздар, қазір енді 100-ден аса адам бар екен ол чатта. Сондықтан сонда отыра берсеңіздер деп мен сіздерге кеңес беремін. Өйткені мен ойымша жалпы даму, жеке бренд, сонымен қатар ақша табу деген барлығына өте маңызды. Мына Каспиға ссылканы тағы да жіберіп қойдым сіздерге. Сұрақтарыңыз болса чатқа жазсаңыздар болады. Сонымен қатар менің WhatsApp-ымды білесіздер. WhatsApp-ыма да жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі білім сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мен 5 жылда жинаған білімімді сіздерге осылай қысқаша айтуға тырыстым. Болашақта да өте көп жақсы, тегін де, ақылы да әртүрлі ақпарат, іс-шаралар, вебинарлар болады. Сондықтан менімен хабарда болыңыздар, менің инстаграмыма жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше көп рахмет. Жақсы, барлығы түсінікті. Рахмет, сізге сәттілік. Рахмет сіздерге. Пайдалы болғанына қуаныштымын. Жақсы, записьті өшірейін.